Сәлем достар, қалдарың қалай? Бізге ровно бір айдай болды. Осы Аламоз компаниясын, яғни Қаскелең KZ жобасын бастағалы. Шынымен өте көп өзгерістер бар. Ең маңызды бір өзгерістердің бірі, біз бірінші тұңғыш газетіміз шығардық, өткенде айтып өткендей. И құдайға шүкір, осы айда біз енді өте аз суммамен, где-то бір 50-60 мың теңгемен ғана кіріспен шықтық, пайдамен. Одан бөлек біз Instagram аккаунтты бөлдік қазір. Одан келіп жатқан кіріс, бұл кіріске араласпады. Оның кірісі бөлек. Бұл туралы тағы да бізді қадағалап жазылып отырсаңыздар, міндетті түрде қарап көресіздер қандай өзгерістер болып жатқанын. Ал жалпы компанияға ашылғалы бері, яғни біз сатып алғалы бері 1,5 айдың ішінде біз толыққанды 2,5 миллион теңге қондырғылар үшін ақша жұмсадық. Яғни бұл Астана баланс дейді ғой, компанияның балансына қосылды. Құдай қаласа, бұлардың жемісін алдағы уақыттарда көреміз. Ал енді сіздерге қызық болсын деп, біз осы Қаскелең KZ жобасымен бірге сіздердің алдарыңызда біздің екінші компаниямыз Easy Food компаниясы туралы айтамыз. Өткенде біз ең алғашқы видеоларға сізге сөз бергендей, азық-түлік тасымалдау қызметін жасайтын Easy Food компаниясында қандай бір өзгерістері бар, қандай бір кірісі бар, шығысы бар, апталық сіздерге де есеп беріп отырамыз. Сәлем достар, қош келдіңіздер. Видеоның жалғасы ретінде Easy Food компаниясы туралы айтамыз. Төбедегі Easy Food бұл жерге полностью объемный буквы, безендіру жұмыстары басталады. Кеттішке. Сол достар, қазір таңда біз енді 1,5 жылға таяп қалып, осы Easy Food өшедегі складты дүкен ретінде қолданып жатырық. Шынымен де складтың үлкендігі болғанмен біздің тәжірибеміз жетіспегендіктен біз көп нәрсені істей алмадық. Бірақ қазір барлық білімді біріктіре отыра полностью складты бұзып, жаңа полктер жасаймыз. Бұл туралы көбірек көргіңіз келсе, міндетті түрде жазылып, осы видеодан қарап отырсаңыздар болады. Және жігіттер тағы да қуанышты нәрсе, барлықтарыңызге ұсынамыз. Біз тіпті осындай қарапайым базар болса да, қарапайым бір складымыз болса да, Фортобанктың карточкасымен төлеуге мүмкіншілік жасап жатырық. Себебі Фортобанк демеймін, бірақ көптеген біздің клиенттеріміз карточкамен қалай төлесек болады деген ұсынысы бар. Сол үшін мобилдық терминалмен біз төлемдерді қабылдай береміз. Және жігіттер, міндетті түрде бізге жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Себебі қазіргі таңда біз iCapital жобасы арқылы және басқа да бір инвесторлар арқылы 15-25 миллион арасындағы сумманы осы Easy Food компаниясына тартудамыз. Не үшін бүкіл Қазақстанда көптеген сұраныс тапсырыстар келгендігіне байланысты франшиза форматында, пакет франшиза дейді, соны дайындауға көшеміз. Тіпті басқа үлкен компаниялармен жұмыс істеуге бірге барамыз.